Сәлем достар, бүгін балалардың сүйікті тағамы осындай бифштекс сияқты тағам дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен картобымызды ашып тазалап, суымызға салып, тұзын салып, газымызға қойып аламыз. Міне менің картобым дайын болды. Осыған сүтімді, сосын сары майды салып, қазір езіп аламын. Қараңыздар, менен сондай нәзік, дәмді болып, пюрем дайын болды ең алдымен. Енді сосискаларымызды қуырамыз. Осылай екі жағын қуырып аламыз. Мен өзім әдейілеп пышақпен кесіп қойдым, әдемі көріну үшін. Енді керек жұмыртқамызды осылай қуырып аламыз. Енді келесіде асылған гречка, осы ыстық гречкаға сары май салдым. Қатты құрғақ болмайды, дәмі әдемі болып шығады, сары май қоссаңыздар. Бізде келесі енді подлив дайындаймыз. Жуаны үккіштен өткізілген сәбізді салып, үстіне тұзын бұрышын салып, осылай кішкене қуырып аламыз. Дәмді болып шығады. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Осылай тарелкаға әдемілеп орналастырып берсеңіздер, балаларыңыз сүйіп, сонда жақсы көріп жейтін болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айзада. Ас болсын.